Всем добрый день, кто смотрит нас в прямом эфире из пресс-центра Бюро по правам человека. Сегодня у нас на связи западно-казахстанский город Жанаузень, и там произошла абсолютно такая нетривиальная история, связанная с двумя общественными деятелями, Муратбаем Жумагалиевым и Эриком Жумабаевым. Вот один из них достаточно известный оппозиционный активист, еще известен со времени протестов нефтяников. Также он участвовал в деятельности незарегистрированной оппозиционной демократической партии. Но вот такой случай, похожий на ситуацию с Амировкой в Алматы, который был непонятно каким образом, то есть появилось это видео, непонятно, кто его распространил, непонятно, кому это было нужно и кто его сделал. Участники пресс-конференции утверждают, что это деятельность искусственного интеллекта, ну, не знаю, у меня уже каких предположений нету, и, наверное, передам слово нашим спикерам. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в чате, потом я их озвучу. Теперь перейду слово, наверное, Муратбаю. Спасибо большое. Болған жағдай бойынша өзің жаңағы шыққан видео жөнінде ассалаумағалейкум. Кетіп қалды ма? айта сөйлей бер, сен уже экранға қалған шығар. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Мына қазір әлеуметтік желіде тарап жатқан видеоларды өздеріңізге белгілі, Жұмағалиев Мұратбай, қоғам белсендісі, жаңағы бірінші топ мүгедек азаматты ұрып жатқаны деп, және оған зорлық көрсетіп, сондай сипаттама деп көрсетіп интернет желіге жариялы болып жатыр. Оның барлығы, енді мен айтарым қазіргі таңда, өзімді құрдасым айта кетер, оның барлығы әрине жалған, жасанды видеолар, құрастырылған әр жерден. Бұл 5-6 жылдықтың видеосы таралған, 5-6 жылдық анықтап қарасаңыз көрінеді. Әрі қарай біздер оның түпнұсқасын, видеоның түпнұсқасын табуға, іздестіруге тырысамыз бұйырса. Әлі де көрсетуге, халыққа дәлелдеме ретінде біздер оны соған бұйырса, жаңағы құзырлы органдарға арызданып, өздеріміз соны іздестіріп, табуға түпнұсқасын ары қарай тырысып жатырмыз. Және де ол біз прокуратураға да, жаңа кеше ГОБАД-ға да айтып кеткенбіз, тауып беріңіз деп. Ол табылмай тұр. Кеше бір 5 минут бұрын кірген, 15 минут қарап отырған, 2 адам бөліскен, содан кейін ол аккаунтын жауып, новый аккаунтын жауып, кетіп қалды деп, оны таба алмай жатыр, іздестірудеміз деп, сөйтіп құтылды қазіргі таңда. Құзырлы органдар біздерде солай құтылып жатыр қазір. Содан қазіргі таңда жаңағы әлеуметтік желіде тарап жатқан, жаңағы ұрып соғып жатыр деген, мен құрдасыммен әзілдесіп, оны тездетіп ұрып жатқандай көрсетіп, және тағы басқа сипаттамамен көрсетіп, солай бұл арандатуда. Себебі олардың арандатуы, мен түсінгенім, оларға не керек екенін білмеймін, 5-6 жылдық видеоны көрсетіп шығарып, және де ол видеоны кім сақтап жүрді, және де ол біреудің жекеменшік үйдің ішіндегі, мен оның ішінде ішем ба, тағы басқа да түсем, оны үйдің ішінде, мысалға, үйдің ішінде неге видеоға түсіреді үйдің ішінде? Мен өзім білем ғой оны үйдің ішінде, мысалы, қарап отырсаңыз, құрметті қазақ, үйімнің ішінде қалай жүрсем де, басқа бір адамға, қоғамға зиянымды кетірмесем болды ғой. Мен мысалға да Не себепте қойылған деген? Андрей Кришин, могу продолжать, да, я? Во-первых, приветствую. Буду продолжать на казахском. Вот, мне удобнее на казахском. Ассалаумалейкум, армысыз ағайындар, құрметті қазақ елі. Интернет желісінде жүріп жатырған осы соңғы аптадағы мына фейковый монтаждалған видео таралып, қоғамда үлкен жаңағындай екі тарапты әртүрлі пікірлер жүріп жатыр. Сол себепте бүгін
мына Бюро по правам человека жаңағы Қазақстанның өкілеттігінде сұхбат беріп жатқан жайымыз бар. Бұны беру мақсатымыз қазақ еліне, халыққа, қоғамға айта кетейін деп өз аузымыздан. Өздеріңіз білесіздер, жаңа айтып таныстырып кеткенімдей, осы жанында отырған жолдас жігітім Мұратбай Жұмағалиев осы Қазақстандағы өте белсенді азамат, өзінің келіспеушіліктерін үкіметке айтатыны бар. Бірден бір менің ойым, осы жалған видеоның шығуы бірден бір осы белсенділікті бәсеңдетіп басу. Алдымызда сайлау науқаны келатыр, я болмаса әртүрлі мен білмейтін өзім, мысалы үшін сіз бен біз білмейтін олардың бір белсенділігі үшін адамды қаралап, жаңа жала жауып, қоғамда, халықтың алдында беделін түсіру мақсатында ма деген менің бірінші ойым соған келеді. Екінші ойым жаңағы жасырын негласный следствие деймін, сондаймен жасырын түрде менің жаңағы тұрған жатақханамдағы бір қуықтай бөлмеге видеокамера заңсыз қойылған болу керек деп ойлаймын. Я болмағанда біреу түсіріп алып осында видеоны монтаждап шығарған адамды табу керек болады. Бұл жерде жазаға тарту керек. Ол біздің заңымызда қарастырылған, заңмен жауапқа тарту керек. Себебі бұл жерде жаңағы зорлық, зомбылық деген, сосын жаңағы сексуалдық сипаттағы видео деген менің абыройыма тиеді. Мысалы үшін бұл кісінің де семьясы бар, 6 баланың әкесі. Ондай видео тараған жағдайда да, монтаждалмаған жағдайда да, мысалы үшін өздеріңіз сол видеоны дұрыстап қарасаңыздар, айдан анық көрініп тұр, 4 жерден бе 5 жерден бір кесілген. Оны түсінетін мұқият адамдар, оны қарап білгендер түсініп жатыр. Білмей жаңағыдай жала жауып, я болмаса өздерінің блогерлар өздерінің аккаунтына шығарып жаңағыдай, я болмаса 31-ші канал жаңағы, олар қайдан шығарған, біздер оны жауапқа міндетті түрде тартатын боламыз. Ол бойынша арыз жазамыз. Осы жаңағыдай ашық осындай платформада бірінші осындай пресс-конференция өткізіп, өз аузымыздан осы халыққа жеткізу мақсатында бірінші осы қазір сол этап циклдарын жүргіземіз. Осыдан кейін Жаңаөзен қаласының департамент полициясына бұйырса арыз жазатын боламыз. Жаңа шығарған блогерларға, телеканалға, жаңа солардың қай жерден шықты, источник табуға жұмыстанамыз. Ал видеодағы көрсетілген якобы жаңағы монтаждалған видеода мен айтатын болсам, мен өзім бірінші топ мүгедек, менің осы Мұратбаймен тағы да белсенді жігіттермен біздер ол үйде жаңағыдай ақылдасу, кеңесу, неше түрлі өзіміздің бір отырыстарымыз болатын еді. Сол себепті мекен деген ойда осы үйге көп жиналады деп. Сосын сол видеодан жаңағыдай кесіп, менің мысалы үшін былай ұлы сөздің ұяты жоқ. Мен мүмкіндігім шектеулі болғаннан кейін менің үйімде жаңағыдай мусор болады. Менің үйім ондай инвалидқа не рассчитаны, мысалы үшін доступ жоқ кіріп шығуға. Менің бүткіл жаңағы мусорымды, мына жаңағы гигиенический средства дейді, подгузник нелерімді, мысалы үшін мусорларымды шығарып көмектескен бірден бір осы Мұратбай, тағы саусақпен санаулы 1-2 адам болды. Жаңағыдай әр кезде сол үйде мен ол видеодан басқа, значит, мен жуынам, мысалы үшін, мен адам болғандан кейін. Ол кездерде мен мысалы үшін жалғыз өзім жуына алмайтыным айдан анық. Ол кезде де сондай көмектескен жақсы жақтары бар. Жаңағыдай үйімді пылесостап, я болмаса жаңағыдай полын жуып, я бір тамағымды пісіріп беріп отырған, ондай нәрселердің бәрі жаңағыдай жарияланып, бір мақтап, ондай шықпайды. Именно бұл видеоның артында қаралау, халықтың алдында абыройын түсіру Мұратбай Жұмағалиевтің.
бұл жерде мені олар ойлап тұрған жоқ, менің де абыройым түсе ма, тағы бірдеңе дегенді. Жақсы. Бірақ енді мен білмеймін кімнің не ойлағанын, бірақ именно жақсы жақтарын түсірмей, жаңағындай қылып, оны видеода айта кететін болсақ, мен монтаж дейтін себебім, мысалы үшін мен мына жерде жатырған кезде, мен қолыммен бүйтіп сілтеп көрсетіп жатамын, сен ана диванға жата бер. Бұл менің үйімде жүргеннен кейін ол менің үйіме келіп қонып кетеді, мен оның үйіне қонып кетемін. Ол жаңағы шешініп тастап жүрген бір жерде кәдімгідей голый суретін көрсетіңдер, видеосын көрсетіңдер, ондай болатын болса, мысалы үшін. Менің тыржалаңыз жатқанымды көрсетіңдер, мысалы үшін да. Ол жерде деген, мысалы үшін, жаңағыдай мені ол алып жерден көтеріп диванға жатқызып жатқан нәрселерін, оның бәрін түсініксіз етіп, жаңағыдай монтаждап, өздерінің жоспарларын іске асырғылары келіп отыр. Енді халық қалай қабылдайды? Мен өзім аузымнан айтып отырған сөзім, жаңағы құйтырқы әрекетке ілесіп кетсін деген мақсатпен түсірілген видеоға ілесіп кетемін десе, оны халық өзі біледі. Ал ақиқатында жаңағыдай айтып тұрмын, мысалы үшін мені жерден көтеріп жатырғаны, ондай нәрселердің бәрін үйтіп көрсетпейді. Тап-таза монтаж. Ал енді ол монтажға еще қазір өздеріңіз білесіздер, біздердің өзіміз даже президентімізге дейін айтып кеткен, искусственный интеллектті дамытуымыз керек. Искусственный интеллекттің дамығаны жақсы, а бір жағынан мынандай нәрселерді осындай нәрсеге пайдалануға болмайды. Сол себепті бұл заңмен міндетті түрде жазалану керек. Арам істеген адамды табуымыз керек. Қысқаша айтқанда сондай мәлімет. Менің білетінім, Мұратбайдан ешқандай жамандық көрген жоғым, мен ол ренжітіп, болмағанда жаңағыдай сексуалдық сипаттағы нәрсе деген ол адамға, қазаққа, біздерге ондай нәрсе емес. Мен ондай болғанда заңның алдында баяғыда мен тірі болмаймын, Мұратбай тірі болмайды, екеуміз де өлі болады едік. Сол видеоны жаңағыдай енді анау жаңағы жылап тұр деген, оның бәрі как будто бір істейтін нәрсені өкініш жасап, сондай көзі жетпей, көзі көрмей айтып отырған блогерларға да айтатыным, сіздерді сол сөздеріңізге негіз не үшін заң алдында, заң жүзінде жауапқа тартатын боламыз, құрметті бауырлар, айтатыным сондай. Вопросов по существу нету, там просто есть комментарии. Тогда все, наверное. Все, да? Еще құрметті ағайындар, мына қазіргі таңға дейін, жаңа айтып отыр ғой Ерік бауырым, бірге қазіргі таңға дейін менің өзімнің жолдасым қазіргі таңда да ухажер, қазір күтушісі, қазір заң бойынша 6 жылдан бері солай да. Қазірде де осындай бірге не қыламыз. Ол қатты оның әлі де бұл жаңағы видеолардың арасында 5-6 жылдық видеолар бар. Әлі де нені таратады әлі. Оның артын жаңағы мен айттым ғой, пролежный деген нәрсе бар, пролежный деген нәрсе мен о заманда 2019-да пролежный алғанмын да. Сол пролежнийді оның екінің бірі қазақ елі, қазақша айтсақ, мына отырамын ғой, мына құйымшақ құйрықта отырғаннан адамда ойылып тесіліп қалады, сол жара болады. Сондай обработка жасап жатқан, медицинский обработка жасап жатқан жақсы жерлері бар, например, да. Болмаса мен жуынып жатырғанда көмектесіп жатырған нәрселер бар, например, да, жуындыруға. Ол сөзде ұяты жоқ. Сондай нәрселердің біреуінде айтпайды. Жаңағы айтқандай, осы кісінің жолдасы менің индивидуальный помощником, социальный работник у меня, его жена. Әлі күнге дейін менің көмекшім, мысалы үшін. Бұл Мұратбай былай көмектен бөлек өзі жаңағы маған даже материальный, моральный так поддержка, материальный да, мысалы үшін мен адам баласы болғаннан кейін бір дәрі-дәрмегін бірдеңелерім болады. Сондай кездерде де мысалы үшін алып беріп сөйтіп нетіп жүрген. Жаңағыдай
арам ой, я болмаса ардан аттап кететін азамат деп ойламаймын. 4 бала, ер баланың әкесі, 2 қыз баланың әкесі, общий 6 баланың әкесі немере сүйіп отқан. Жаңағыдай, құрметті қалайық, ауыздарыңызға келгенде ақ иттер көк ит жығылғанға жұдырық, осындай бір жағымсыз жағдайларға интернетте жаңағыдай комментарий жазып лайк басқаннан гөрі, қазақтың наоборот көтеріліп қол жетпей жатырған жерлеріне лайк басып қолдау көрсетіп, наоборот қазақты қазақ қолдап отырайық. Жау жағадан алғанда ит етектен алады дейді. Ондай болмайды. Құрметті ағайындар, достым, мүгедек кісіні бірінші пайдаланып, менің неме пайдалануды қойыңыздар, бұндай саясатқа айналдырып, мүгедекті өзінің де жетісіп жүргені шамалы, өзінің де қазіргі таңда өзінің көріп отырсыздар. 10-15 жылдан бері адам деген 4 қабырғада отыруда оңай шаруа емес. Өздеріңіз білесіздер, ауырмаңыздар. Ауырған кезде ғана түсінесіздер да ол кісінің жағдайында. Ал ол сыртынан өсек айтып, жаңағыдай ғайбат сөздер айтып, немесе біреулеріңіз келіп сонда қол ұшын бердіңіз ба, емделуге, тағы бірдеңеге. Ондай мен үшін менің неме саясатыма пайдаланып, бұл кісіні пайдаланбаңыздар, құрметті ағайындар. Әркімнің көңілі бар, әр адамның. Ондай жаңағыдай құйтырқы әрекеттерге сену ондай жағдайға баратын. Сосын тағы да бір қоса айтып кетейінші. Мына блогерлар біреулер айтып жатыр. Қорқытқан болар, я ақша берген болар, я бүйткен болар, сөйткен болар. Ондай нәрсені нетпеңдер. Мен қорқатындай жетім жесір ешкім жоқ, я тағы бірдеңе емеспін. Болмаған жағдайда да мен жалғыз өзім ешкімнен қорықпаймын. И менің де артымда тұрған бауырларым, ағаларым, інілерім, апаларым деген сияқты адамдарым бар. Осындай түсініспеушілікпен звондап сұрап жатқан адамдарым да бар. Сол себепті айтып тұрмын ғой, жаңағыдай, ой, мынау инвалид қой деп, жаңағыдай ауыздарына келгенді оттаған адамдардың, блогерлардың мен бәрін не үшін солай айтқанын, сенімді түрде айтқанын жаңағыдай білмей тұра, ой, бұл көрініп тұр ғой деген, соны дұрыс видеоны шығарып, көрсетіп, если көрсете алмаса, заңның алдында сол жалған ақпаратты таратқан үшін жауап беретініне мен не берем, кепіл берем, арызданатын. Сол ағайындар. Сосын ағайындар, тағы бір айта кететін, өздеріңіз білесіздер, өздеріңіз мәлім. Осы 2025-тің желтоқсан айында мен үйімді неден хабарландырды ғой, Маңғыстау облысының полиция департаментінің хабарлауы бойынша Жұмағали Мұратбайды үйінде туған жиенімен ішкілікті күйде кекілжің болып ұрып сабап кеткен деген не шықты ғой, көрдіңіз ғой. Мені кәдімгі өлтіріп сабап кеткен да, үйге емханаға жаттым, мен комаға реанимацияда жаттым, мен 2,5 сағат содан тұрдым, өліп. Сол кезде де мына видеоны таратып отқан сол Иманжанның қазір 3 жылға сотталып кетті. Бірақ ол жігіттің үстінен мен арыз жазған жоқпын. Никакой арыз жазған. Дознавательдер келді емханаға, полицияға, реанимацияға келді. Бірақ мен жазбаймын оны, үстінен арыз дедім. Терпиланы даладан іздеп тауып аласыздар дедім. Сол кезде айтып кеткен дознавательдер. Мұратбай, біздер бәрібір соттаймыз, сенің жаңағы нең керек емес деп. Олар сол кешегі сотта 106-ның бірінші жасымен по фактін сотта жіберді, по факт деп сотта жіберді. Сотта да мен айтқан болатынмын оған, мысалы. Сотта да айттым, құрметті судья, бұл баланы соттаудың қажеті жоқ, соттамауыңызды өтінемін деп. Себебі бұл баланың, әр қазақ менің жалғызым деп жүрген жерде, бұл баланың 4 баласы бар, әйелі жесір қалмасын, балалары жетім қалмасын деп сотта айтқан. Әкесі де, шешесі де білет, отбасы да білет оның бар айтқанын. Бірақ олар теріске айналдырып, қазіргі осындай барлығын құйтырқы әрекеттерге салып таратып отыр. Олардың видеолары да бар, факттері бар, қалай не таратып. Барлығын сотқа берілетін болады, Алла қаласа бұйырса, құрметті ағайындар. Сол жағы да бар. Қазір Маңғыстау облысында таратып отқан солардың отбасы көбіне таратып. Сосын халыққа мынау қызық болып тұрған шығар. Осы мәселе бойынша біздерді ішкі істер полициясына шақырды ма дегенде, ішкі істер полициясына сол видео шыққаннан кейін мен де білмеймін, Мұратбай да білмейді, екеумізді бөлек-бөлек шақыртқан. Бір уақытта, бірақ бір-бірімізді іште жаңағы департамент полиция ішінде көрген жоқпыз. Артынан сыртқа шыққаннан кейін мен бірінші шықтым, ол артынан шықты. Сол кезде барып көріп, солай
болған болатын да. Енді іштегі мәселені айта кететін болсақ, мен сол сәрсенбі күні, аттан сәрсенбі күнінде мені үйге келіп, сотрудник без повестки, без ничего, осылай сізді департаментке шақыртып жатыр деп, мен алып кеткен болатын. Мен алып кеткенде мен бардым да, без повестки болса да бардым, не жағдай болып қалды екен деп. Барғаннан кейін өзім түсініп отқан жоқпын, жаңағы начальник, жаңағы Жаңаөзен қалалық департамент полициясының басшысы келіп, сосын следствиенің басшысы, сосын замы, солар келіп маған жаңағы видеоны көрсетті, жаңағы монтажды видеоны көрсетті. Мен сразу қарадым да, мен айттым, сіздер маған не көрсетіп отырсыздар, маған оригинал источникті маған көрсетіңіздер дедім. Осындай жағдай болып қалыпты ғой, сіз арыз жазбайсыз ба, жәбірленуші есебінде анау. Мен айттым, сіз қай нәрсеге сүйеніп отырып айтып отырсыз, сіз енді бірінші маған жаңағы источнигін көрсетсеңіз, сосын барып деген, мынау монтаждалмаған нәрсе болатын болса, соның бәрін шығаруымыз керек қой дегенде қылып, сол кезде олардың айтқаны, біз источникті таба алмаймыз дейді. Ол источник уже жоқ дейді. Сол кезде шақырғанда айтқандары 3 сағат болды дейді. 3 сағат болды ма, 2 сағат болды ма? Неге маған қызығы, ең бірінші соны енді жаңағыдай органдар көріп, бізден бұрын көріп, уже шақыртып, бірақ источник жоқ. Ең бірінші негіз шыққан кезде бірінші источникті іздеп, сөйтіп шақыртпайтын беді деген өзімде ой, енді мен оның дұрыс бұрысын білмеймін. Жалпы сіздерге ақпарат есебінде айтып отқан болған жағдайдың орын алған. Содан кейін енді айттым ғой, астары оның мен өзім айтқаным, жігіттер, сіздер сондай бір қаралау ма, я басқа ма, сіз болмасаңыз сізден басқа жаңағы мына үкіметке ұнамайды оның белсенділігі. Сол мақсатта адамды жазықсыз түрмеге қамап жіберу ма, ондайға менің арымда жүрмейді, басқа жерінде жүрмейді. Енді мен аралас құралас болғаннан кейін жазықсыздан жазықсыз ондай монтаждалған видеоға мен апарып өзімнің араласып жүрген, өзіме айттым ғой, жаңағыдай памперс подгузниктарымды шығарып, өзіме жуынуға көмектесіп, тамағымды әзірлеп, сөйтіп қарасып, жолдас азамат болып, оны не то что дос, оны туғаның да ондай жаңағыдай істерді істейтін туғаныңның өзі ондай аз, досты былай айтқанда. Сол себепті мен ондай етіп, кімнің жаңағы арам ойын үйлестіру мақсатында мен бұған жаңағы арызда темір тордың артына тығып, мысалы менің ешқандай немде емес, ойымда емес. Біз әлі де араласамыз, ешкім де шамаға келсе, от салға араңдап қалмаймыз, араңдаушыларға ілеспейміз. Сол ағайындар. Болды, басқа айтарымыз жоқ, құрметті ағайындар. Арандатуға, өтірік фейк ақпараттарға ермеңіздер, ағайындар. Болды айтарымыз. Арызданамыз, күрестіреміз. Арғы бұл видеоның түбірін табамыз, бұйырса, Алла қаласа. Ресми тіркелмеген ақпараттарды былай да былай бөлісіп, ауыздарыңызға келгенде жазып, бүйтіп нетпеңіздер. Оның бәрінде заң алдында жаңағы жала жабу бойынша жауапқа тартылатындарыңызды енді әрбіріңіз біледі деп ойлаймын. Жаңағы 112-ші арна, информ бюро деген арналар, барлығын жалған ақпарат тараттыңыздар. Сіздерді халық көп қарайды. Бірақ қайдан алдыңыздар, кімнен алды, кім сіздерге рұқсат берді сол видео? Сол видеоның түп нұсқасын бізге тауып берсеңіздер, сізге көп-көп рахмет айтар едік. Сізбен ісіміз болады енді бұйырса. Болды ағайындар, сау болыңыз. Сұрақтар жоқ, сосын аяқтаймыз. Рахмет. Все, спасибо вам. Жақсы,